Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай миксерді, таразыны қажет етпейтін, өте нәзік болып шығатын, құрамына қымбат сливки қосуды да қажет етпейтін, өте нәзік торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде асықпай соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып салып, оның үстінен 1,5 стакан қантты салып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған 1,5 стакан кефирді салып, оның үстінен жарты шай қасық ас содасын салып, тағы да бір рет араластырамыз. Бізде кішкене кефиріміз көпіру керек, себебі бізде ас содасымен бірге реакция жүреді. Және де 60 мл сұйық майды қосып, тағы да бір рет араластырып жібереміз. Оның үстінен 3 ас қасық какао саламыз. Какаоны да міндетті түрде електен өткізіп жіберіңіздер, себебі арасында осындай іртіктері болуы мүмкін. Оның үстінен 2 стакан ұнды салып, барлығын венчиктің көмегімен арасында ешқандай іртіктері қалмайтындай етіп жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай кішкене қоюлау масса шығуы керек. Осы кезде духовкамызды қыздырып аламыз, алдын ала 180 градуста. Және де менің формамның диаметрі 20 сантиметр. Егер сіздер ондай болмайтын болса, 22 сантиметрге пісірсеңіздер де болады. Піскенін міндетті түрде шпажка тығып білетін боламыз. Осылай барынша бөлме температурасында суығаннан кейін ғана барып, формадан шешіп аламыз. Енді кезекте бисквитімізді 2 немесе 3 бөлікке бөліп аламыз. Одан бұрын осындай бетінде кішкене төмпешігін бөлек алып тастаңыздар. Бұны блендердің көмегімен ұнтақтап алатын боламыз. Бірде кесу үшін пышақты осылай бірінші кішкене кіргізіп, дәл сол кезекте айналдырып отырсаңыздар, бисквиттеріңіз ровно болып кесілетін болады. Креміне бізге вареная сгущенка мен қаймақ қажет болады. Вареная сгущенка бөлме температурасында еріп тұрған болуы керек. Менікі мұздатқыштан алынғандықтан менің кремнің арасында кішкене іртіктері болып қалды. Венчиктің көмегімен немесе мен сияқты миксердің көмегімен барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді бірінші бөлген бисквитіміздің бөлігін алып, оның үстіне кремді құйып, барлық жағына бірдей етіп, тиетіндей етіп жағып шығамыз. Оның үстінен екінші бөлікті де қойып, мен 2-ге бөліп алдым. Тағы да кремді жағып, жан жағының барлығына тиетіндей етіп жағып шығамыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Жаңа бетіндегі бөлігін ұсақтап алғаннан кейін, дәл осы мен сияқты бірінші шеттеріне айналдырып, одан кейін барлап, жан жағының барлығына жағып шықсаңыздар болады, немесе бетінің барлығын ұсақтап осылай сүйіп шықсаңыздар болады. Мен кішкене әдемі көріну үшін дәл осы арасын ашып қалдырдым. Біздің тортымызды ешқандай мұздатқышқа салып, кремді сіңдірудің қажеті жоқ. Дәл осы күйінде кесіп жіберсеңіздер де тортымыз өте нәзік болып шығады. Құрамы өте қолжетімді, отбасыңызға, балаларыңызға жасап беруді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым.